Сәлем құрметтім. Бүгін мен сіздерге дастарханыңыздың дәмі мен сәнін келтіретін өте керемет салаттың рецептімен бөлісемін. Алдымен менің каналыма тіркеліп, пікір жазып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Жас каналды қолдайды деген үміттемін. Керек заттарды описание бөліміне жазып кететін боламын. Алдымен бізге қияр керек болады. Қиярымызды алып, майда етіп турап аламыз. Яғни кубықтап турап алатын боламыз. Достар, менің каналымда көптеген жасалуы оңай рецепттер бар. Көре кетіңіздер. Келесіде піскен сәбізімізді де майда етіп турап алатын боламыз. Майдалап кубықтап турайсыздар. Келесіде піскен картошкамызды да майда кубықтап турап аласыздар. Келесіде піскен етімізді де майдалап кубықтап турап аласыздар. Бұл салаттың басқа салаттан ерекшелігі, бұған горох, жүгері қоспайсыздар. Барлығы үйде бар заттар. Піскен 2 жұмыртқамызды да майда кубықтап турап алатын боламыз. Жасалуы өте оңай, қарап тұрғандарыңыздай. Барлық затымызды таза ыдысқа салып, дәміне қарай тұз, бұрыш қоса отырып, майонезімізді қосамыз, жақсылап араластырамыз. Егер де дәмі майонезі аз болса, үстіне қосуға болады. Достар, бұл жерде мен 2-3 ыдысқа ғана жасағанмын. Сіздер көбейтіп жасай беруге болады. Осымен біздің салатымыз дайын. Дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Ас болсын, жасап көріңіздер. Мен сізді каналымда күтемін. Менің каналыма тіркеліп, пікір жаза кетіңіз. Алла сізге разы болсын.